Армардақтағайын, қайырлы күн құрметті көрермен Ақжайық арнасында танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы бүгінгі хабарын бастайды. Студияда жүргізуші Шарипа Жұмабайқызы. Бүгін 22 ақпан, жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын құрметті көрермен. Бүгінгі көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын деген ниетте кезекті әдеттегідей әдемі әнге береміз, кейін хабар қонақтарымен өздеріңізді толығырақ таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Опмай, 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 мыналарың қайтет. Ал біреулер Астанада жоқ дейді, ал біреулер Алматыда бар дейді. Шымкенттің қыздары сың дейді, Ақтөбенің қыздары тың дейді. Құдаларым биле отыр дейді, құдажалар биле отыр дейді, нағашы жұрт биле отыр дейді, құдағиым билемейді дейді. Ал кластастар қайда? Олар нені мүлдім түсінбесін дейді. Жаманы симана макламаны крейт, мұндай түсінікті сөздерге тілім келмейді. 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5. Маза кетті ғой. Осындай әндер шығып кетсін ба ағайын? Шығып кетсін. Шығып кетсін! Опмай, мыналарың қайда? Опмай, 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 ал кластастар қайда? Әндерден мән кетті, сөздерден жан кетті, сахнада сән кетті. Жігіттер тоғырлы, арулар бұрымды, сыйлаңдар тілімді. Балдар, өздерің қай жылғы боласыңдар? Хабарымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, Ақжайық арнасында танымдық сазды күн шуақ бағдарламасымен біргесіздер. Хабарымыз тікелей эфирде өтуде. Байланыс телефондары көгілдір экранда көрсетулі 28 58 69, WhatsApp нөмірі 8777 264 15. Құрметті көрермен, 2019 жылдың 13-16 ақпан аралығында Батыс Қазақстан облысының құрамасы республикалық жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жобалар байқауына қатысып қайтқан болатын. Байқау қорытындысы бойынша біз
біздің өңірдің оқушылары 2 алтын, 4 күміс, 5 қола медальді қанжығаларына байлады. Осы байқауға барып қатысып өздерінің ғылыми жобаларын қорғап келген білімді оқушылар хабарымыздың бүгінгі қонақтары өңіріміздің әр мектебінен жиналып отыр, өздерінің жетекшілерімен келіп отыр. Толығырақ таныстырып өтейік. Эльдар Қарайсов нөмірі 44-ші мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы, Қымбат Орынғалиева нөмірі 44-ші мектеп гимназиясының оқушысы, Нұрберген Дарбай нөмірі 33-ші жалпы орта білім беретін мектеп оқушысы, Зарина Сержанова облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернатының оқушысы болса, Салидат Тілекқабылда осы мектептің оқушысы, облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернатының оқушысы. Бүгін Зарина мен Салидат өздерінің жетекшілерімен келіп отыр. Осы мектептің мұғалімдері Азат Жексенов, Риза Талапова студиямыздың бүгінгі қонақтары. Алдымен қош келдіңіздер дейміз өздеріңізге. Үлкен республикалық байқауға барып, өздеріңіздің ізденіп жүрген ғылыми жобаларыңызды қорғап келген екенсіздер, жұмыстарыңызды үздіктердің қатарынан көріп, жүлделі орындар алып келген екенсіздер. Алдымен оқушылардың өздерімен толығырақ таныса отырайық. Қош келдіңіздер. Өздеріңіз толығырақ таныстыра отырыңыз. Балаларға арналған мамандандырылған ақпарат технологиялар мектеп-лицей интернатының 11-ші сынып оқушысы Тілекқабыл Салидат Қанатқызы боламын. Жалпы білім жолын ең алғаш Казталов ауданы Ғұмар Қараш атындағы Қарауа мектеп гимназиясынан бастап, ары қарай білімді жетілдіру мақсатында осы мектепке 9-ші сыныпқа қабылданған болатынмын. Жалпы менің ғылыми жобам Қиыр Шығыс майданына қатысқан Батыс Қазақстан қыздары жайлы. Керемет. Үлкен жаңа айтып отырмыз, республикалық байқаудың енді масштабы кең шара деп айтамыз ғой, бұндай байқаулар, себебі өңіріміздің әр аймағынан өздеріңіз сияқты білімді оқушылар келеді, өздерінің көптеген жұмыстарын алып келген болатын бұлар. Сіздің қорғаған тақырыбыңыз жалпы тарих пәні бойынша, иә? Қазір 11-ші сыныпта оқимын дедіңіз. Осы тақырыпты таңдауға не себеп болды? Жалпы біздің өңірімізден шыққан батыр қыздар көп қой, Орал өңірінен шыққан Оралдың батыр қыздары. Біздің өңірімізден қазіргі таңда танымал Мәншүк пен Хиуаз апамызды ғана айта аламыз. Ал одан бөлек майданға қатысқан жаужүрек қазақ қыздарымыздың көп. Сол жайлы кеңінен насихаттағым келді мен бос жұмыс арқылы оларды. Сіз қандай жүлдеге іліктіңіз? Күміс орын, яғни 2-ші орынға іліктім. 2-ші орын, өте керемет. Жаңа айтып отырсыз, қазақтың батыр қыздары, оның ішінде жайықтың батыр қыздары туралы зерттеген екен. Біздің де осы Күншуақ бағдарламасына осы тақырыпта зерттеп жүрген өңірімізге танымал, тарихшы, Бақтылы деген апайымыз бар. Білетін боларсыздар ол апайды, иә? Менің жетекшім болады. Соның зерттеу нысанымен мен ары қарай жетілдіріп, ол апайымыздың жетекшілігімен жұмысымды атқардым осы жұмысты. Әлі есімізде апай өткен жылдың осы жеңіс күні қарсаңында келді. Біздің батыр көбіміз біле бермейміз расымен батыр қыздарымызды. Әли апамызды, Мәншүкті білеміз, Хиуаз апамызды жақсы білеміз, қазақтың қанатты қызын. Есекте біздің өңірімізден шыққан өте көп екен батыр қыздарымыз. Солардың туған туысқандарын алып келді, жаңағы ізбасарларын алып келді. Сіз де солармен көрісіп, жүздесіп, осы зерттеу жұмысыңызға арқау ете алдыңыз ба осы? Қазіргі таңда номер 3-ші қалалық емханада рентгенолог дәрігер болып істейтін Үмітай Есқалиеваның, яғни соғысты Солтүстік Кореяда аяқтаған апамыздың немересі Мәжит Халықбергенұлымен кездестім. 2 құнды құжаттармен таныстым. Яғни оның бір майданда жүріп жазған өзінің ғұмыр баянымен, оның медальдарымен бас қолбасшы Сталиннің алғыс хатымен марапатталған сол құжаттарды бізге табыс етті. Өте керемет, сіз өте жақсы бір тақырып қозғаған екен, себебі айтады ғой, ұлтының өткенін білмейтін ұрпақтың болашағын болжаудың өзі қиын деп, сондықтан біздің өткенімізді, өткен тарихымызды зерделейтін зерттеу жұмысын жүргізген екенсіз. Бүгін бізге өзіңіздің жетекшіңізбен келіп отырсыз, иә, тарих пәнінің мұғалімі. Толығырақ таныстыра отырыңыз өзіңіз. Қош келдіңіз. Осы тақырыпты алуға не себеп болды? Біріншіден осындай бағдарлама шақырған сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы бұл ғылыми тақырыпты алуда бірден-бір себепкер, өзіңіз жақсы айтып өттіңіз, Орал өңірінде ең танымал, білікті, білгір тарихшыларымыздың бірі Боранбайлы Бақтылы Сансызбаевна. Соның жарық көрген өзіңіз де жақсы таныс шығарсыз, кітабы бар, Қиыр Шығыс майданына арналған Батыс Қазақстан қыздары дейді. Соның ішінде қазақ қыздары өзіміз көбінесе мынандай тақырыптарды қозғадық. Ол кезде бәріміз білеміз Әлияны, Мәншүкті, Хиуазды. Ал одан бөлек бізде Қаным Алмағамбетова, Үмітай Есқалиева, Азима Ниязғалиева,
тағзым тағы толып жатқан қазақ қыздар бар. Бұлар Ұлы Отан соғысы қарсаңында өз жеңістерін қиыр шығыс майдан, яғни Корея елінде жеңіспен аяқтаған болатын. Соның ішінде мына Қаным Алмағамбеттің өзінің деректерінде айтады, мағлұматтарында 1941 жылы Орал облысы ол кезде Тайпақ ауданы Базартөбе ауылында дүниеге келген екен, 1921 жылы. Ал Үмбетте Есқалиева дейтін 1922 жылы Орал облысы Тайпақ ауданы дүниеге келеді. Екеуі бір қиыр шайғыс майданына қатысып, жеңіс туын бірге тігіп, жаңадай үлкен жеңіспен елге оралады. Осындай апаларымызды елдің арасына дәріптеу біздің басты міндетіміз болған, соны қалың жұртшылық білсін, көрсін деген мақсатпен осы тақырыпты қозғаған жайымыз бар. Иә, расымен де тағы атап өткім келеді, өте керемет тақырып, үлкен ізденісті талап етеді, иә, себебі тарихты бүге шүйесіне дейін зерттеудің өзі қиын ғой, нақтылықты, дәлділікті қажет етеді. Қалай іздендіңіз, қалай зерттедіңіз, толық айтып отыр сөзіңіз. Жалпы енді қазір 11-ші сынып оқиды екенсіз, күні ертең санаулы айлардан кейін мектеп бітіресіз. Алғашқы өмірдегі үлкен бір білім сынағы күтіп тұр сіздерді. Дайындық қалай? Мен негізгі қазіргі таңда химия биология бағытын таңдап отырмын. Болашақта дәрігер болсам деген арманым бар. Бірақ енді өткенін түгендеп жүру керек қой, қай жерде жүрсе де. Сол мақсатымның бірі осы тарих бағыты. Керемет. Көрермендердің естеріне сала отырайық, құрметті көрермен, хабарымыздың бүгінгі қонақтары республикалық байқаудан жүлделі орындарды қанжығасына байлаған білімді оқушылар. Тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, оқушыларды жеңістерімен құттықтаймын деп, жақсы тілегімді білдірем десеңіздер 28-58-69 нөмір арқылы қоңырау шалсаңыздар болады, және 8777-264-15 нөмір арқылы WhatsApp желісіне хабарлама жіберуге болатын естеріңізге сала отырайық. Бүгін бізге нөмір 44-ші мектеп гимназиясының осындай бір білімді оқушылары қатысып отыр. Қош келдіңіздер студиямызға. Қымбат Элдар. Біз жалпы мен атым Карасов Элдар, мен 44-ші мектеп гимназиясының 1-ші сыныптан бері келе жатырмын, және де 10-шы сынып оқушымын, және қасымдағы. Сәлеметсіздер, мен атым Орынғали Қымбат, мен нөмір 44-ші мектеп гимназиясының 11-ші Б сынып оқушысымын. Мен осы мектепке 4-ші сыныптан бастап келген болатынмын. Содан бері қарай мен өзім білімді жетілдірудемін. Және де мен ғылыми жобам тақырыбы бұл қазақтың ұлттық ою-өрнегінің сиқырлы сыры және оны қолдана білудің нақтылығы болатын. Осы жобамның алғанның ең басты себебі бұл қазақ халқының баяғыдан бері келе жатырған салт-дәстүрлерін жетілдіру, және де олардың қазіргі ұлттық киімдерімізді нақыштап, оларды ары қарай жалғастырып, олардың безендіруін және де нақты көрсету болатын. Осыған орай республикалық ғылыми жобалар сайысында 2-ші орынға ие болған едім. Керемет. Қымбат, жалпы өзіңіз тоқып, тігіп, ісмерлікке қалай өзіңіздің қарым-қабілетіңіз? Біздер осы республикалық ғылыми жобаға баратын кезде өзімнің жетекшіммен бірге біздер қыз жасауын жасаған болатынбыз. Сондай көрпешелер тігіп, және де қыздардың ұзатылған кездегі олардың жасауларын жасап, осындай оюларымен өрнектеліп, олардың осындай ұлттық нақышта болу керектігін көрсеткен болатынбыз. Және де осы қандай ою өрнектің қандай мағынасы бар екенін біздер нақтылап, олардың өздерінің анықтамаларын жасап шығарған болатынбыз. Осыған қарай мен осы жобаның арқасында тігумен айналыстым десем де болады. Өте керемет. Расымен де бұл тақырыпта бүгінгі күні өте бір өзекті тақырып деп айтуға болады. Себебі қазір бұрынғы кездері білмеймін енді, бірақ қазір көп өзіміз сияқты жастар, жас қыздар, оқушылар ұлттық нақыштағы киімдерді киюді қайтан әдетке айналдырған, өте әдемі көрінеді. Тіпті қарапайым заманауи үлгідегі көйлек болса да, оның бір жанына кестелеп болсын, өрнектеп болсын, ою өрнектерді салуды бір дәстүрге айналдырып келе жатыр. Жаңа айтып отырсың, қыздардың жасауы туралы жасадым деп, бағыты зерттеу жұмысы. Жалпы енді қазақта айтады ғой, жасауды 6 жастан бастап жинасаң асады, 7 жастан бастап жинасаң жетеді деп, қазақ халқы қашанда қыз баланың жасауды үлкен маңызды мәселеге айналдырып, кішкентай кезінен бастап қыздың жасауын жинай берген, қыз жат жұрттық деп бекер айтпайды ғой. Осы орайда осындай бір керемет тақырып көтерген екенсің. Қазір толығырақ айта отырармыз, осы тақырыбына орала отырармыз. Қымбат құрметті көрермен, әңгімемізді жалғастыра отырамыз. Хабарымызға қосылып жатқан тағы да бір қонақтарымыз бар. Әзірге бүгінгі күніміз тарих беттерінде нендей оқиғалармен есте қалды екен, кезекті атаулы күндер айдарына берейік. Бізбен бірге болыңыздар. Кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бүгін әлемдік күнтізбеге сай 1732 жылдың 22 ақпаны Америка Құрама Штаттарының тұңғыш президенті, Америка Құрама Штатының негізін қалаушы Джордж Вашингтон дүниеге келген. Сондай-ақ поляк композитор және пианист, көрнекті музыка данышпандарының бірі Фредерик Францишек Шопен де дәл осы күні өмір есігін ашқан. Ал Қазақпараттың күнтізбесі бойынша 1499 жылы Қазақстанда Невада Семей қоғамдық қозғалысының құрылғанына 10 жыл толуы аталып өтті. 1491 жылдың тамызының 29-ында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойған болса, 2010 жылдың 22 ақпаны Алматыда Әлихан Бөкейханның 7 томдық толық шығармалар жинағының алғашқы 3 томының тұсаукесер рәсімі өтті. Хабарымызды жалғастырамыз, құрметті көрермен. Ақжайық арнасында танымдық сазды күншуақ бағдарламасымен біргесіз. Хабарымыз тікелей эфирде өтуде. Хабарымыздың бүгінгі қонақтары республикалық байқаудан жүлдемен оралған оқушылар. Әңгімемізді жалғастыра отырайық. Элдар, сіз қандай тақырыпта ғылыми жоба қорғадыңыз? Жалпы алғанда мен ағылшын тіліндегі тіл білімі секциясында қорғадым, және ең тақырып ол нақтырақ айтқанда ол сен не айтқан ғана маңызды емес, сен қалай айтқан да маңызды. Қалай жеткізу керек, иә? Иә, мысалға мектепте біз көбінесе қандай да бір тақырыпты алып, информацияны алып, оны жаттаймыз. Ал мысалға Британияда оларға тек қана бұл информацияны бөлу ғана емес, бұл информацияны аналитикалық, критикалық жағынан анализ жасап, оны қалай басқа адамдарға жеткізгені өте маңызды болып табылады. Иә, қандай да бір ақпаратты алсақ та, оны жаттанды түрде тек жаттан түрде жаттап қана қоймай, айтып қана қоймай, оны өзіміз түсінуіміз керек, және оны сараптай білуіміз керек, иә, өзіміз сол мәселені. Жақсы, осы тақырыпты алуыңызға не себепші болды, Элдар? Осы тақырыпқа мен деген ең бастысы ол өзім ағылшын тіліндегі олимпиадаға дайындалған болатын, және де мен ең басты түсінгенім ол менің ағылшын тілім өте төмен деңгейде болды. Егер де мен осылай жаттап ағылшын тілінде дайындалсам, онда менде ешқандай жетістік те болмайды. Сонда мен басқа бір бағытты алып, осылай өз лингвистикалық дискурс деген терминға келіп, және де мысалға 9-шы сыныпта 2-ші орынға ие болдым. Содан бастап ғылыми жобаны бастадым. Қазір нешінші сыныпта оқисыз? Қазір 10-шы сыныпта оқимын. Қазір 10-шы сыныпта оқисыз, иә? Жалпы өзіңіздің ағылшын тілін білу деңгейіңіз қалай? Жақсы деп ойлаймын. Қандай деңгейдесіз? C1 білсеңіз. Керемет. Қазір енді 10-шы сынып, алда 11-ші сынып бітірген соң қандай мамандықта біліміңізді жалғастырғыңыз келеді? Бизнес-менеджмент деп ойлаймын. Керемет. Елбасының өзі бұл жастарға үлкен сенім артып отыр, жастарға үлкен қолдау көрсету керек деп отыр, әсіресе білімді жастарға, өнерлі жастарға, сондай-ақ үш тілділік деген бар, иә, өзінің ана тілінде еркін сөйлеп, орыс тілінде, ағылшын тілінде, басқа да тілдерді меңгергеннің еш артығы жоқ, керісінше ол қазіргі заман талабы. Расымен де біздің елімізде осындай өздеріңізде жастар болса, көптеген тілдерді меңгерген, бұл біздің еліміздің дамуына үлкен септігін тигізеді деп ойлаймыз. Элдар, осы бағытта зерттеп, ізденіп жүр екенсіз. Жетекшіңіз кім сіздің? Жетекшіңіз көмектесті ме? Иә, әрине жетекші енді менімдей бір 50% жұмыс болса, жетекшінің 50% ол барлығы көмектесіп, соңына дейін апарған болатын. Оның аты Әлия Зұханайқызы, ол қазіргі таңда Ген мектебінің директоры болып жұмыс істейді. Сіз нешінші орын алдыңыз республикалық байқауда? Бірінші Бірінші орын. орын. Әрине, үлкен байқауға барып, бірінші орын алу үшін бір іште сенімділік болу керек, иә? Өзіңізге өзіңіз сеніп, осы тақырыпты алып шығып, жаңа айтып отырсыз, мен зерттеген тақырыбым өзі осындай бағытта деп, осы қорғап зерттеп қорғаған тақырыбыңыздыға өзіңіз сауал қойып, өзіңіз зерттеп, ізденіп, иә, тек жаттап қана қоймай, оны ақпаратты өзгелерге де түсіндіре білуіңіз үлкен өнер деп ойлаймыз, Элдар. Қазір әңгімемізді жалғастыра отырамыз. Бізде WhatsApp желісі арқылы келген хабарламалар бар, оқи отырайық. Сәлеметсіз бе, күншуақ бағдарламасы үлкен байқауға барып қатысып ғылыми жобадан орын алған Салидат, Зарина, Ерназ, Альберт, Элдар, Нұрберген, Шадияр, Милана, Қымбат пен Назгүлді шын жүректен құттықтаймыз. Ізгі тілекпен нөмірі 41-ші мектеп лицей оқушылары Мадихов Самға және Бапеева Тоғжан дейді. Тағы да жақсы хабарламалар келіп жатыр. Қазір әңгімені жалғастыра отырамыз. Бүгін бізге нөмірі 33-ші мектептің жалпы орта білім беретін мектеп оқушысы Нұрберген де қатысып отыр. Нұрберген енді қосылып жатыр. Хабарымызға қош келдің, Нұрберген.
Нешінші сыныпта оқисыз? Мен осы нөмір 30 мектептің 9 сынып оқушысымын ғой. Осы байқауға қатысып нешінші орын алып келдіңіз? Осы республикалық байқауға қатысып, осы өлкетану секциясы бойынша 3-ші орын алған болатын. Мен жобамның тақырыбы ол Батыс Қазақстанда құлпытастар тарихы. Сол жоба бойынша өзімнің осы 35 адам ішінен 3-ші орын алған болатын. Сол осы жобадағы жетекшім ол Әділгерей Нұргүл Асқарқызы, тарих пәнінің маманы, жас мұғалім болып келеді. Сол мен үлкен жетекшімнің үлкен рөлі бар осы менің ғылыми жобадағы орын алуым. Сол мен 8 сыныптан бастап осы ғылыми жобаға осы қалыққа барған болатын. Қалықтан айта береді. Сол қалықтан мен осы жарысқа қатысып 1-ші орын алған болатын. Сосын осы облысқа өттім. Сол облыстан тест тапсыру арқылы осы республикаға өткен болатын. Керемет, өлкетану бағыты бойынша, қорғадың. Жалпы бұл жұмысты жаңағы зерттеп, жазып шығуына қанша уақытың кетті? Қанша уақыттан бері зерттеп жүрдің? Негізі мен сол кішкентай кезімде осы тарихқа жақын болған болатын. Сол тарих пәні бойынша сол жағында мамандық таңдағым келіп отыр. Сол бұл тарихшы болғым келеді, тарихшы болғым келеді болашақта. Керемет, Нұрберген, ғылыми жобаңның барысы туралы айта отыршы бізге. Қандай зерттеу жұмыстарын жүргіздің, қайда бардың, не көрдің, қандай жаңағы құлпытастар деп отырсың ғой, иә? Қалай қозғадың, соның бәрін айта отыр бізге. Сол мен бірінші осы мені ғылыми жобаға алғанда, сол тақырыбым Батыс Қазақстан құлпытастар тарихы болғанда, мен әуелі өзімнің зерттеуімді осы ауылынан бастағым келді. Ол Ақжайық ауылынан. Сол Ақжайық ауылына бірінші мен осы 8-ші сынып оқығанда барып, Ақжайық ауылына барып, сол құлпытастар зерттеген болатын. Сол құлпытастарды төте шарап жазуын оқып үйреніп жүрдім. Және де сол кезде деген белгілі журналист Қазақ Құтмұратұлдан сол кеңес алып, содан маған төте шарапшаны үйреткен болатын. Сол бізде деген сол Ақжайық ауылынан құлпытас зерттеп, соның ар жағындағы ауылдарда барып, құлпытастардың барлық түрлерін қарап, соны деген өзіміздің жобамызға жинақтаған болатынбыз. Осы жобамда мен сайт болатын. Сол құлпытастардың барлық Батыс Қазақстан құлпытастарын осы бір сайтқа жинақтаған болатын. Сол жинақтап, сол бір құлпытастар осы сайтқа барлық Батыс Қазақстан құлпытастарын жинақтадым. Сол Нұрберген, жалпы бұл енді қазір 9-ші сыныпта оқисың, иә? Бұл ғылыми жұмысыңды әлі де меніңше жалғастыру керек сияқты. Бұнымен тоқтап қалмайды. Бұл белгілі бір мәселені қозғап, сонымен аяқтайтын тақырып емес. Бұл одан әрі зерттеуді талап ететін тақырып деп ойлаймын. Қазір 9-ші сынып оқисың, алда 10, 11, бәлкім тарихшы болам деп жатырсың. Бұл оқуыңды бітіргеннен кейін де осы мәселені қозғап, осы тақырыпты әлі де жалғастыратын боларсың. Әрине, мен осы тақырыбымды әлі де жалғастырам. Әлде дамытқым келіп отыр. Сол өскесін тарихшы болғанда осы құлпытастар өте керек болады. Тарихқа жақын. Сол жақсы, өте керемет. Бізде тағы да бір жақсы хабарлама бар. Қайырлы күн, күншуақ бағдарламасы дейді. Хабарда отырған барша оқушыларға сәттілік тілеймін, жеңістеріңіз құтты болсын дегім келеді. Қазбек Құттымұратұлымен бірге зерттеу жұмысын жүргізген Нұрбергенге үлкен сәттілік тілейміз. Алда тек қана амандық болсын, болашағын жарқын болсын. Тарих саласында ізденіп, зерттеп жүрген көңілді қуантады. Өздерінде білімді, өнегелі жастарымыз барда біздер қуанамыз дейді. Өзін еліңді тану, өлкеңді танудан басталады деп бекер айтпаса керекті. Өлкетану бағытында зерттеп жүрген Нұрбергенге тек қана сәттілік тілейміз дейді. Желіде қоңырау бар екен, қабылдайық. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Қайырлы күн. Мен балаларды құттықтайын деп едім. Ауылдық жерден хабарласып тұрмын. Отырған Талидат деген қыз осы өзіміздің ауылдың қызы. Құттықтап, жеңдеріне саулық тілеймін, биіктерден көріне беріңіздер. Талидат сені телевизордан көрген өте қуаныштымыз, қуанып жатырмыз. Осындай биіктерден көріне бер жаным. Есіміңіз кім? Қайдан хабарласып отырсыз? Қай ауылдан? Мен Казтаулық ауданы Қарабау ауылына звондап тұрмын. Есіміңіз? Мен Райгүл деген осы ауылдың тұрғынымын. Талидаттың ауылдасы, иә? Керемет, көп рахмет. Осындай ауылдың қызын эфирден көріп қалып, үлкен байқаудан орын алып келген естіп, жүлдесімен құттықтап жатыр. Талидат бізде алда осы бағытын жалғастырам деп жатыр. Өте керемет, құрметті көрермен, тағы да WhatsApp желісі арқылы хабарламалар келіп жатыр, оқи отырайық.
Сәлематсыз ба, Күншуақ бағдарламасы республикалық ғылыми жоба жарыстарының қатысушылары мен жеңімпаздарын жетістіктерімен шын жүректен құттықтағымыз келеді. Алда әлі де талай асуларды бағындыруларына тілектеспіз дейді. Игі тілекпен білім инновация лицейінің оқушылары Ернар мен Айдилов Альбер дейді. Өздеріңізбен бірге байқауға барып қатысып келген оқушылар болар, иә? Жақсы тілектерін білдіріп жатыр. Әңгімемізді жалғастыра отырайық. Сондай-ақ бізде Зарина өзінің жетекшісімен қатысып отыр. Зарина, қош келдіңіз студиямызға. Сіз қандай тақырыпта ғылыми жұмысын? Өндіріс қалдықтарынан ванадиді сорып табиғи сорбенттерді қолдану тақырыбындағы күрделі кешенді жұмыс бастаған болатынбыз. 2018 жылдың жазында материалдарды жинастырып, 2018-дің қыркүйегінде жұмыс жазыла бастаған болатын. Осы жұмысты бастауға дәнекер болған бұл менің ғылыми жетекшім Мендалиева Дина Кенжебековна және Талапова Рис Талаповна. 10 сыныпта химиядан қызығушылық танытып, Батыс Қазақстан Махамбет Өтемісов атындағы университетте зерттеу жұмыстарын жүргізген болатынбыз барлық оқушылармен. Сонда қызығушылығым оянды десем болады, яғни студенттермен жұмыс жасай отырып, тәжірибе алмасып, сонда өзіме жетекші іздеген болатынмын. Сол кезде Қазақстанның шетсіз-шексіз даласындағы кездесетін 3 миллион тоннадан астам қалдықтарды зерттеу Қазақстанның экологиялық проблемалары металлды өндірудің арзан әдістерімен өте қатты қызықтырған болатын. Соған байланысты ғылыми жетекшімен байланыс іздеп, осы жұмысты бастаған болатынбыз. Керемет, жаңа тақырыбын айтып өттіңіз. Тақырыптың өзі бір күрделі болып, күрделі болып естіледі екен. Керемет, жалпы өзіңіз 11 сыныпта оқисыз ғой, иә? Осы химия пәнін таңдап отырсыз. Болашақта қандай маман иесі болғыңыз келеді? Дәрігер деп ойлаймын. Дәрігер болғыңыз келеді, иә? Жалпы бұрын соңды осындай байқауларға қатысып, ғылыми жұмыстарын жазып, зерттеп жүрсіз бе? Қандай жетістіктеріңіз бар? Ғылыми жоба ретіндегі осындай масштабты көлемдегі жарыс бұл бірінші рет болды деп айтсам болады. Бұған дейін гуманитарлық сабақтардан қатысқан болатынмын. Бұл ең алғашқы жетістігім десем болады. Өте керемет. Желіде тағы да бір қоңырау бар екен, қабылдайық. Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Жақсы. Қайырлы күн. Күте тұрайын, иә. Тыңдап тұрмысыз, апа, тікелей эфирдесіз. Сәлематсыз ба. Оқушыларда жүлде алуларымен құттықтайық деп едік. Тілекқабыл Салидат Қанатқызын ауылынан звондап тұрмыз, нағашылары боламыз. Апа, теледидардың дауысын басып қойыңыз, біз сізді тыңдап отырмыз, тікелей эфирдесіз. Салидат та тыңдап отыр сізді. Жақсы. Алло. Салидат. Салидат, бас жүлделерің құтты болсын. Өнерлерің істей берсін. Барсаңыз. Апа, көп рахмет. Уақытыңызды бөліп хабарласып жатсыз. Нағашысымын дейді, нағашылары көріп қуанып отырған болар. Құрметті көрермен, естеріңізге сала отырайық, байланыс телефондары көгілдір экранда көрсетулі. 28-58-69 нөмірі арқылы қоңырау шалсаңыздар болады. Және естеріңізге сала отырайық, қоңырау шалған кезде міндетті түрде теледидардың дауысын басып, жақсы тілегіңізді жолдауға болады, сұрағыңызды қоюға болады. Және де WhatsApp желісі арқылы 877-264-15 нөмірі арқылы WhatsApp желісіне хабарлама жіберуге болады. Сәлематсыз ба, Күншуақ бағдарламасы. Осы бағдарлама қатысып отырған Азат Бейсенұлының нағашы апасымын дейді. Ақсай қаласынан жиеніме шәкірттеріңнің жүлделі орын алып биіктерден көрінуі құтты болсын дегім келеді. Барлық оқушыларға биіктен көрінсін, және де осы жиеніме еңбегінің жемісін көрдегім келеді дейді. Сәлематсыздар ма, Күншуақ бағдарламасы. Мен бүгінгі жас тарихшыларды мақтан тұтамын. Сіздер секілді қазақ жерін, қазақ елін, өзінің өңірін зерттегісі келетін жастарымыз оқушылар барына қуаныштымын дейді. Сіздердің тұрақты көрермендеріңіз Қанатова Шаттық дейді. Желде тағы да бір қоңырау бар екен. Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Сәлематсыз ба? Қайырлы күн. Мына балдарды бүгінгі жетістіктермен құттықтайын деп, алдағы өмірлері ұзақ болып, дендері сау болып, үлкен елге үлгілі азамат болсын. Соның ішінде Салидат Тілекқабылқызын 11-ші сынып ата-аналар атынан құттықтауға рұқсат етіңіз. Салидат, жеңістерің көп болсын, тек алға. Есіміңіз сіздің? Малдыбаева Амангүл. Көп рахмет, Амангүл апа, уақытыңыз бөліп хабарласып жатсыз. Сыныптастарының ата-аналары да құттықтап жатыр.
Салидатты адам тілекпен өсет дейді, иә, құрметті көрермен. Сіздердің осындай тілектеріңіз, сіздердің жақсы ақ пейілдеріңіз, ізгі ниеттеріңіз осы оқушылардың алда әлі де талай белестерді бағындыруға септігін тигізер. Сіздердің осындай бір жақсы ықыластарыңыздың арқасында оқушылар әлі шабыттанып, әлі де осындай жұмыстарды жүргізуге ниет етер дейміз. Сержанова Зарина, Тілекқабылова Салидат, жүлделерін құтты болсын. Ізгі тілекпен 41-ші мектеп лицейінің оқушысы Қонақбаева Гүлназ дейді. Сәлематсыздар ма, келіп отырған балалардың біліміне, талпынысына ризамын. Жүлделері құтты болсын, толағай табыстарға жете берсін. Батыс Қазақстанымыздың атын шығарып жүре беріңдер дейді. Қайырлы күн күншуақ бағдарламасы өзінің өлкесі турасында құлпытастардың тарихын зерттеген Нұрбергенге тек қана сәттілік тілегім келеді. Өзі кішкентай болса да, ойы салмақты, сөзі салмақты Нұрбергенге сәттілік тілеймін дейді. Болашақта қазақтың тарихын, ұлтымыздың тарихын зерттер үлкен азамат болып, еліміздің дамуына өзінің үлесінді қосады деп сенеміз. Нөмір 33-ші мектептің оқушылары өте білімді, өте тәрбиелі, өте өнерлі. Барлық 33-ші мектептің оқушыларына сәлем жолдаймыз, және осы мектепте осындай оқушылар тәрбиелеп отырған ұстаздар қауымына үлкен алғысымызды білдіреміз ата-аналар қауымы атынан дейді. Желіде тағы да бір қоңырау бар. Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Алло. Алло. Қайырлы күн. Аха. Қосқан жоқ па? Тыңдап тұрмыз, сізді тікелей эфирдесіз. Алло. Алло. Сәлематсыз ба? Сәлематпыз. Мына осы эфирде отырған барлық оқушыларды жеңісіменен құттықтаймын. Соның ішінде мына туған сіңілім Чехова Салидат қызым құттықтаймын. Көкем жеңісің құтты болсын, тек алға. Салидаттың кімі боласыз сіз? Мен апасы болам, Айжан, папасының туған апасымын. Керемет. Қайдан хабарласып отырсыз, апа? Қарава ауылынан, Казталовка ауданының. Казталовтан хабарласып отырсыз. Қазір барлық қару балықтар бізді көріп отырған сияқты, иә, тікелей эфирден. Көгілдір экран алдында. Бәрі де қуанып отырық. Ой, жаным. Қандай кереметлі. Көп рахмет, апа. Салидат, жүлден құтты болсын, аспаның ашық, жүзің жарқын, шаттық, қуанышың мол болсын дейді. Игілікпен, шаттықпен Наргиза. Сәлематсыз ба, Ақжайық телеарнасының ұжымы, мен республикалық ғылыми жобаның жеңімпаздары, достарымды шын жүректен құттықтаймын. Алдағы уақытта талай жетістіктерді бағындырып, өмірден өз орындарыңызды табуыңызға тілекшімін. Осындай керемет көңілді уақыт сыйлағандарыңызға алғысымыз шексіз. Игілікпен Ерболова Ақгүлім дейді. Әңгімемізді жалғастыра отырайық. Бүгін Зарина да бізге бүгін өзінің ұстазымен, жетекшісімен келіп отыр. Қош келдіңіз. Заринаның осындай тақырыпты алуына бірден бір себепші болған ұстазы сізде болар деп ойлаймын. Жалпы осындай тақырыптың, осындай жұмыстардың керегі, маңыздылығы жөнінде айта отырсаңыз. Рахмет сұрағыңызға. Алдымен осы бағдарлама шығарғандарыңызға үлкен рахметін, алғысымды білдіргім келеді. Бұндай тақырып алған себебіміз қазіргі таңда химик болсын, биолог болсын, қандай жаралсыны пәндерін бағытында оқитын оқушыларға негізі ғылыммен айналысуға үлкен мүмкіндік бар. Себебі қазір біз осы біздің мектебіміз Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетімен тығыз байланыстамыз. Сонда өзімнің ғылыми жетекшім бар. Жаңағы алыс жақын шетелдерге және батыс өңіріне танымал химия ғылымдарының докторы профессор Мендалеева Дина Кенжебекқызының қолдауымен, сол кісінің басшылығымен осындай үлкен жобаны қолға алдық. Бұнда бас себебіміз қазіргі таңда түрлі өндіріс қалдықтарынан жаңа отходтар дейді ғой, қалдықтар далаға немесе жаңағындай ашық далаға тасталынады. Олардың мысалы біздің қоршаған ортаға тигізетін зияны ұшан теңіз. Сонда солардың кішкене мөлшерін азайту мақсатында осы түрлі өндіріс қалдықтарынан, түрлі органикалық, биорганикалық заттардың қоспаларынан сорбенттер арқылы тазарту, ванадиді сорып салу, және басқа да ауыр металдарды сорып салу біздің басты мақсат ретінде алған болатынбыз. Бұл жерде тек қана Зарина емес, осы кезге шейін өткен жылда, одан бұрынғы жылдарда 2015-2016, 17-2018 жылдарда біздің оқушыларымыз республикадан қанжығаларын майламай қайтқан емес. Әрқашанда осылай қуантып, екінші немесе үшінші орындарды қанжығаларына байлап бізді қуантып жүрді. Сондықтан Заринаға болашақта үлкен табыстар тілеймін. Болашақ алда. Себебі қашанда, қай бағытта да, химия бағытты болсын, физика болсын, қандай бағытта болса да, бұл оқушының
болашақ зор. Көп рахмет сізге. Желіде тағы да бір қоңырау бар. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мен деген қызымды Сержанова Заринаны құттықтағым келеді. Сол бірге барған, сол жобаға Алматыға барған балаларды бәрін де құттықтағым келіп тұр. Сосын ағайларына дайындаған кісілерге бәріне мұғалімдерге рахмет айтқым келіп тұр. Мендалиева Дина Кенжебековна, Борис Талаповна, соларға химия пәнінің мұғалімдері, солар Заринаны дайындап, әзірлеген сол кісілер, оларға көп рахмет айтам. Балаларға бәріне де, қызыма да бәріне тек қана алда жақсылық тілейм, тек алда болсын, сабақтар бәрі 5 болсын дегім келіп тұр. Не ойлаған ойлары армандарына жете берсін дегім келіп тұр. Заринаның анасы, хабарласып отырған. Зарина, көп рахмет. Осындай ол қыздарыңыздың жетістігіне, олардың жүлделеріне қуанып жүре беріңіздер. Олар да сіздердің үміттеріңізді ақтай берсін, қандай байқау болмасын. Тек қана биіктен көріп, ең бастысы үйдегі ата-анасының, мектебінің, ұстаздарының, өңіріміздің, еліміздің үмітін ақтайтын үлкен тұлғалар болуына тілектеспіз. Саламатсыз ба, Салидат менің жерлесім дейді. Эфирден көріп қуанып отырмын, жүлден құтты болсын, сәттілік саған білімді сұлу дейді. Күншуақ бағдарламасына көп рахмет, жұмыстарыңыздың жемісін көре беріңіздер дейді. Тағы да бір хабарлама, қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы қолөнер бағытында зерттеген қымбат деген сияқтысыз есімі. Қымбат қолөнер бағытында зерттеген қымбат қызымызға сәттілік тілейміз. Өте керемет тақырыпты көтеріп отыр. Қыздар үшін өте керек тақырып деп ойлаймын. Қазақ қызы қашанда инабатты, ибалы болып қана қоймай, әр іске икемі бар дейді. Ана көрген томпішер деп бекер айтпаса керекті, қашанда сондай бір өнерлі қыз болған дейді. Бармағынан бал тамған. Сондықтан осындай тақырыпты зерттеп жүрген қымбатқа тек қана сәттілік тілеймін. Сондай-ақ кішкентай қонағыңыз Нұрбергеннің де тақырыбы өте керемет, бізге өңірге керек тақырыптардың бірі дейді. Біз енді жақсы хабарламаларын білдіріп жатқан көрермендеріміз өте көп, хабарласып та тілектерін білдіріп жатыр. Бүгін енді уақыттарыңызды бөліп хабарға келіп, өздеріңіздің жұмыстарыңыз туралы айтып отырып, өзіңіздің жетістіктеріңізбен, қуаныштарыңызбен бөлісіп отырсыздар. Бізде де осындай көрермендердікіндей тілек, ең бастысы аман болыңыздар, тіл көзден аман болыңыздар, бәрінің үмітін ақтап, биіктерден көріне беріңіздер. Барша оқушылардың атынан уақытын бөліп хабарласып, WhatsApp желісіне хабарлама жіберіп жатқан ата-аналарға, туған туысқа айтар алғысым бар десеңіз, Салидат, сонымен аяқтай хабарымызды. Микрофон ала қойыңыз. Ең алдымен осындай байқауға жіберіп отырған ата-анама, алыста жүрсе де, сонымен қатар басты қызмет, яғни білім нәрімді ұстап, осындай байқауларға қатыстырып отырған ағайыма үлкен алғыс білдіремін. Білім ұстаздарына және мектеп-лицей оқушыларына осындай байқауларға қолдау көрсетіп отырған, алыста жүрсек те, ата-анамыздан жүрсек те, барлық жағдай жасап беріп отырған мектеп-лицей интернатының директоры Самал Жадигерқызына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Және алдағы оқушыларға, осы байқауға қатысқан барлық оқушыларға алдағы өмірлеріне тек қана сәттілік тілейміз. Сіздер де алдағы өмірлеріңізде тек қана жетістіктерге жетіп, бағдарламаларыңыз дамый берсін. Көп рахмет, Салидат. Нұрберген, өзіңе де жақсы тілектерін білдіріп жатқан көрермендер өте көп, тақырыбың өте өзекті, керемет, керек тақырыптардың бірі дейді. Тілегін білдіріп жатқан көрермендерге алғыс айтамын десең, сонымен хабарымызды аяқтайық, Мен бұл жетістікке жалғыз өзім жеткен жоқпын. Өзімнің осы мектептегі ұстаздарымның, туысқандарымның үмітін ақтау, осы ұстаздарым қолдау көрсеткен болатын, ата-аналарым бәріне алғыс айтамын. Және сіздерге алғыс айтамын, осы бізді осы бағдарлама шақырып жатқандарыңызға көп рахмет. Бағдарламаларыңыз ары қарай дамай берсін, жұмыс жасай берсін, ауырмаңыздар. Көп рахмет Нұрберген жақсы тілектеріне. Осындай еліміздің ертеңі білімді ұрпақ дейді. Қашанда білім бәсекесінде бәйгеден жүлделі орындар алып, білім бәйгесінен тек қана биіктерден көріне беріңіздер дегіміз келеді. Құрметті көрермен, Күншуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Дүйсенбіде жүздескенше аман болайық, сау болайық.